Атыраулық келіншек бейбіт қорғаннан баласы барын айтты. Әнші іске байланысты жеңілдеп пікір білдірген. Былтыр қарашада атыраулық келіншек бейбіт қорғаннан 4 жасар ұлы барын айтқан болатын. Әншінің іске қатысты әлеуметтік желіде айтқан пікірін Астарлы ақиқат бағдарламасы жария етті, деп жазады Қаз-Нұр.kz. Айта кетейін, мұндай жағдайда бұл мәселені тек сот анықтайды, ондай шешім жоқ. Және ешкім сотқа шағым түсірмеген. Сотқа берсін, дәлелдесін деп жазған әнші әлеуметтік желіде. Алайда бұл жазба көп кешікпей әншінің әлеуметтік желідегі парақшасынан өшірілген. Сонымен қатар бағдарлама жүргізушілерінің айтуынша, бағдарламаның бірінші бөлімі жарыққа шыққаннан кейін әнші жазушыларының көбейіп жатқанын айтқан. Құрметті ағайындар, андай-мындай әңгімелерге уақыт жоқ. Шыны керек, шаруамыз басымыздан асып жатыр. Әр адам солай айта беретін болса, әрқайсысына көңіл бөле берсек не болады? Дәлелдесін, айтсын, бәрі заңды түрде шешілсе болды ғой. Рахмет достар, қолдап жатырсыздар. Қаралым көбейіп жатыр. Қара пиар болды ғой. Мынау кәдімгідей деген әнші әлеуметтік желіге видео жариялады. Ал атыраулық келіншектің айтуынша, әншіден туған ұлы ауыр дертке шалдыққан. Оған қазір ота жасау керек. Атыраудан кетпеген себебім ауылдық жерде дұрыс қарамайды. 4 жасқа дейін өзім асырадым, қағып бақтым. Балам туа бітті, бүйрек ауруына шалдыққан. Қазір денсаулығы әлсіз болғасын, орнынан да түсіп, аденоид болды. Екеуіне де ота болғасын, өзім қорқам. Бала наркозға жатады, мүмкін. Ондай жауапкершілікке әкесінің де қатысы бар деп ойлаймын. Әкесінің де жауапкершілікті бөліскенін қалаймын. Тек қана сол, деді атыраулық әйел. Еске салып кетейік, атыраулық келіншек осыдан 5 жыл бұрын әнші бейбіт қорғанмен көңіл жарыстырып, ұлды болғанын айтты. Әйел 4 жасар баласы әншінің ұлы екеніне сенімді екенін жеткізген болатын. Алайда бейбіт қорған бағдарлама редакторларына телефон арқылы жауап беріп, ол әйелді танымайтынын жеткізді, және әнші ДНК тапсырудан бас тартқан болатын. Жоқ, мен ондайды білмеймін, екінің бірі. Менен балалы болдым десе, әрқайсысына ДНК тапсыруым керек пе? Қалай сонда? Екінің бірі солай айта берсе, сене бермейміз ғой. Мен бармаймын, не үшін баруым керек? Танымайтын адамның айтқанына жүгіріп бара бермеймін. Ондай адам емеспін, танымаймын деп жауап берген еді бейбіт қорған. Осылай дегеніне қарамастан, әнші бірнеше күн бұрын ДНК сараптамасын тапсырды. Сондай-ақ бағдарламаның екінші бөлімінде атыраулық келіншектің адвокаты істің мән жайын айтты.